Сәлем достар, ойынын тап квиз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен футболисті тап ойынын ойнайтын боламыз. Жалпы 30 сұрақ беріледі. 30 футболистің суреті шығады. Ал ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазыла кетіңіздер. Ал ендеше мына футболисті тауып көріңіз. Бірден тапты деген ойындамын. Лионель Месси. Ал мына футболистің аты кім? Дұрыс таптыңыз. Криштиану Роналду. Келесі ойыншымыз Мбаппе. Ал мына футболисті дұрыс тапқандар бар ма? Холланд. Қысқаша есімін ғана атасам. Кевин де Брюне. Ал мына футболист кім? Мухаммед Салах. Бұл Харри Кейн деген футболист еді. Келесі ойыншымыз Винисиус Джуниор. Ойын достар сіздерге ұнап жатыр ма? Футболисттердің есімдерін таба алып жатырсыздар ма? Джуд Беллингем. Бұл Роберт Левандовский. Жалпы осы видеоны көріп жатқандардың арасында футбол қарайтындар бар ма? Қарайтындар бар болса, сүйікті командаңызды жаза кетсеңіз болады. Бұл Неймар Джуниор. Келесі мына футболист кім бол деген? Лука Модрич. Он төртінші сұрағымыз, ойынымыздың жарысына келіп қалыппыз. Бұл футболисттің есімін әдеге жазбай кеттім. Өздеріңіз комментарийге жаза кетіңіздер. Сон Хэн Мин. Ал мына футболист кім бол деген? Бұл Диого Марадона. Келесі ойыншымыз атақты футбол тарихындағы ойыншылардың бірі Пеле. Келесі бұл кім бол деген? Зинедин Зидан. Қазіргі футболистердің бапкері екен. Букайо Сака. Бруно Фернандеш. Джамал Мусиала. Енді мына футболисті тауып көріңіздер. Родриго. Ойын достар ұнап жатыр ма сіздерге? Педри. Гави. Жиырма бесінші сұрағымыз. Жауабы Лауторо Мартинес. Джек Грилиш.
Бернанду Силва, Рафаэл Леан. Жалпы футболға қызығатын адамдар бұл ойыншылардың барлығын жазбай таныды деген ойдамын. Маркус Решфорд. Және ең соңғы сұрағымыз Мартин Эдегор. Осымен достар, біздің ойынымыз аяқталды. Ойынымыз сіздерге ұнады деген үміттемін. Ойынымыз ұнаса, әлбетте каналға жазылуды, лайк басуды және комментарийде неше футболисті дұрыс тапқаныңыз жайлы жаза кетіңіздер. Сонымен қатар колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бұл аптада қызықты видеолар шығатын болады. Әрбір жазылушыға рахметімді айтам. Сіздердің жазылуларыңыз мен үшін өте үлкен мотивация. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.